Қадірлі елбасы, қазіргі уақытта 5 миллионға жуық қандастарымыз шетелде тұрады. Олардың барлығы да өз тағдырларын тарихи отаны Қазақстанмен байланыстырады. Шетелдегі қазақ жастары да Қазақстанның атын әлемге таныту үшін ат салысып жүр. Соның бірі бүркітші қыз Айшолпан Нұрғайып қызы. Айшолпан қазіргі таңда Қазақстанның арнайы шақыруымен Астанада білім алуда. Айшолпан, сөз кезегі өзінде. Айшолпан Нұрғайып қызы бүркіт баптап, аңға шығып, алталаштың атағын аспандатты. Бүркітші қызың қызығушылығын америкалық режиссер деректі фильмге арқау етсе, австралиялық әнші Сия бейнебаянның негізгі желісіне айналдырды. Фильм экранға шыққан соң Айшолпан Гарвард және Оксфорд университеттерінен шақырту алды. Ал деректі фильм Оскар сыйлығының шорт парақшасына ілікті. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, мен сізбен кезігуді армандап едім. Бүгін сол арманым орындалған күн. Кешіріңіз, аздап қобалжып тұрмын, өйткені күнде елбасымен кездесе бермеймін ғой. Отаннан жырақта жүрген 5 миллион қазақтың бірімін. Монғолия бай өлке аймағында туып өстім. Бірақ та атам екенім Қазақстан екен еш уақытта ұмытпадым. Бұның арқасы жар қазір Астанадағы Нұрорда халықаралық мектебінде оқып жатырмын. Осындай үлкен мүмкіндік берген білім инновация басшы Дархан Өтемірзаға үлкен рахмет айтамын. Мені әлемге танытқан The Eagle Hunters фильм әлемнің 30 елінде көрсетілді. Бұл фильм арқылы әлемнің қазақ салт дәстүрі таныды десем артық емес. Мені әкем Нұрғайып бүркіт баптау құпиясын үйретті. Ал анам мені әркез қолдады. Алғаш рет 8 жасымда бүркітімді қолыма қондырдым. Бүркіт баптау үшін қайсарлық қажет. Әсіресе 18 метр қиядағы бүркіттің балапанын алу өте қорқынышты болды. 13 жасымда 79 бүркітшілер сайыста бірінші орын алдым. Аққанат есімді балапаным 5 секундта қолыма қонып рекорд жаңарттым. Осы Астанада және басқа қаладарға қазақтың салт дәстүрін оқып үйрететін орталықтар, әсіресе соның ішінде бүркітшілер мектеп ашылса деген арманым бар. Сіз биылғы жылды жастар жылы деп жарияладыңыз. Сізге үлкен рахмет. Айтпақшы ата, ұмытпай тұрғанда айтса кетсем, Алтайдағы аз қазақтың аманаты бар еді. Сізді бай өлкеге қонақ болуға шақырамыз. Ағдастар қана дәм тартып кетсеңіз, алыстағы ағайынның рухы бір жасап қалар. Сізге үлкен рахмет.